Бұл сабақта әлеуметтік салық және жеке табыс салығы, қысқаша СН және ИПН-ді қалай аударатынын, қалай есептейтінін үйренетін боламыз. Алдыменен біз ол сомалардан қанша екенін анықтап алайық. Ол үшін біз зарплата, свод начислений, удержаний ашамыз. Сформировать. Ол бізде соцналог СН, әлеуметтік салық 12732, ИПН 21600 теңге. Алдыңғы бөлімдердегі үйренгеніміздей салықтарды, дәл осы екі салықты біз Swift файл арқылы жүктемейміз. Бұларды төлем тапсырмасы, шығыс төлем тапсырмасы арқылы сформировать етіп, онлайн банкингте жеке төлем тапсырмасы ретінде отырғызамыз. Ол үшін банк және касса, платежное поручение исходящее, шығыс төлем тапсырмасы басамыз. Жаңа операция енгіземіз. Создать. Және де біз датасын белгілейміз. 31.07. Получатель бізде. Және ескере кететін жайт, әркім өз жаңағы мемлекеттік тіркеу анықтамасындағы жазылған салық комитетінің кодын жазады. Менің жағдайымда бұл УГД по Алматинскому району города Астана таңдаймыз. Және де сомасы бізде свод начисленийден қараймыз. Бұл бізде 12732 теңге. 12732 теңге. Және де операция деген жерде біз операцияның түрін өзгертуіміз керек. Бұл оплата поставщику емес. Осы жерден перечисление налога деген бар. Осыны таңдаймыз. Мінекей бізде интерфейс аздап өзгерді. Статья ДДС бізде бұрынғыдағыдай расчеты с бюджетом по налогам міндетті түрде. Вид налога деген жерде біз показать всені ашатын болсақ, біздің төленуі тиіс салықтардың тізімі шығады. Сол салықтардың ішінен социальный налог дегенді таңдап аламыз. СН мінекей мынау өшіп кетті, басынан енгіземіз. Деректердің бәрі толтырылды. Дұрыс, әлеуметтік салықтың шоты 31.50. Дұрыс. Ақпараттарды тексереміз. Оплачено деген жерге галочка қоямыз міндетті түрде. Және де егер банк бірнешеу болса, міндетті түрде банкты таңдаңыздар. Менікі Жусан банк. Таңдаймын. Деректерін бәрін тексереміз. Записать. Провести. Тексереміз. Мінекей біздің салығымыз отырды. Ендігі кезекте біз дәл осы салықты көшіріп алып, осы салықтың негізінде біз ИПН жасаймыз. F9 батырмасын басамыз. Оплачено деген галочканы алып, датасын өзгертеміз. 31.07. Перечисление налога бізде социальный налог емес, бұл индивидуальный подоходный налог. Тізімнен іздеп табамыз. Мінекей. Датасы өзгермей тұр. Басынан жасай салайық. Создать. 31.07. Оплачено. Получатель. Және де бұл бізде перечисление налога. Статья ДДС. Расчеты с бюджетом по налогам. Вид налога. Индивидуальный подоходный налог. УГД. Сомасы 21600 теңге. 21600 теңге. Деректерін бәрін енгіздік. Тексеріп аламыз. ИПН-ның шоты жазылды. 31.20.
барлығы дұрыс. Деректерді тексереміз. Банкты тексереміз. Дұрыс. Записать, провести, закрыть. Платежный поручение исходящие. Мінекей біздің екі салығымызда отырды. Көріп отқандарыңыздай, алдыңғы салықтар бізде НАО, ОПВ, НАО, ОССО, ОСМС болып, барлығы НАО-ға жіберілді. Ал екі салық қана бұл салық комитетіне, сіздер өздеріңіз тіркелген салық комитетіне жіберіледі. Осылайша салықтарды исходящий төлем тапсырмасын жасап болғаннан кейін онлайн банкингке кіріп салықтарды жібереміз. Банк арқылы IPN және соцналогтарды қалай аударамыз? Кез келген онлайн банкингке кіресіздер, барлығында әдіс тәсілі бірдей. Тек қана интерфейс әрқайсында әртүрлі болуы мүмкін. Мен мысалы Жусанды көрсетейін. Жусан банкке кіргеннен кейін бізде шығыс төлем тапсырмаларын жасайтын өзінің вкладкасы бар пунктісі. Сол жерде Swift файлдарды жүктеуге болады, және де жаңа төлемді енгізуге болады. Біз жаңа төлемді енгіземіз. Создать, платежи в тенге, платежи в валюте, осындай жазулары шығады. Соның ішіне платежи в тенге басамыз. Соның ішінде платежный поручение, в бюджет, зарплатный платеж деген бар. Біз бюджетті таңдаймыз. Одан кейін барып, орган госдоходов. Бұл бізде жаңағы УГД Алматы ауданы. Егер салық комитетінің кодын білсеңіздер, сразу кодын жазсаңыздар болады. Мен кодын жатқа білем. 6207. Байқоңыр Алматы ауданы, бұл бізде 6202. Мінекей. Алматы ауданы. Деректі енгіздік. Және период, уақыты. Бұл бізде шілде айына төленіп жатыр. КБК бұл бізде IPN жазамыз. Алғашқы әріптерін жасаңыз, немесе справочниктен іздеп тапсаңыздар болады. Немесе кодын білсеңіздер, кодын жазсаңыздар да болады. Индивидуальный подоходный налог. 101, 201 мінекей. Осыны таңдаймыз. КМП бұл бізде салықтарды бюджетке аудару 911 болады. Начисленный и численный обязательства бюджет. Одан кейін назначение платежа деген жерде төлемнің мазмұны. Сол жерде жазып қоямыз. IPN за июль 2022 мысалы. Әрі қарай біз сомасын енгіземіз. Сомасы бізде IPN 21600 теңге. 21600 теңге. Деректерін бәрін бір тексереміз. Барлығы дұрыс. Подписайтты басып, осылайша жібереміз салығымызды. Дәл осы тәсіл бойынша біз соцналог, әлеуметтік салықты да жібереміз.